Сізде асығыс па едіңіз деп сұрады Дастан. Жоқ, мен асығыс емеспін. Бірақ қала тұрғындары да кезекті сақтайды. Сонымен қатар қалада кезек ұзын сонар, сонда да адамдар шыдамдылықпен кезегін күтіп тұрады деді де Гүлзат сөмкелерін алып дүкеннен шығып тұруды шешті. Шығып бара жатқан кезде өзіне Дастанның тесіле қарап тұрғанын байқады. Айгерім Дастанға қалдырылған қорапты және өзі сұраған сусындарын берді. Дастан алды да дүкеннен шығып кетті. Дастан шығып кеткеннен кейін Гүлзат дүкенге қайта кірді. Айгерім, бұл кім? Жергілікті бақташы ғой. 8 жыл бұрын әкесінен жер теліммен кішкентай үй қалып еді. Содан жерге бау-бақша дақылдарын егіп, жерін үлкейтіп, қазіргі таңда ауылдағы дүкендерге өздерінің дақылдарын өткізіп, кішігірім бизнесін дөңгелетіп отыр. Қызу қанды дөрекі демесең, негізі ақылды, пысық жігіт. Ал неге дөрекі болып кеткенін шын айтсам білмедім. Гүлзат Айгеріммен қоштасып бірнеше пакетін қолына алып дүкеннен шығып кетті. Қолдары талып үйіне әрең жетті. Үйдегі марқұм әжесінен қалған кішкентай ғана тоңазытқыш бірден тола кетті. Гүлзат азық-түлікті орналастырып болған соң, Айгерімнің айтуы бойынша көкөніс пен сүт өнімдерін алу үшін көршілеріне қарай шықты. Атайдың үйін Гүлзат бірден тапты, ол шынымен де алыс тұрмайды екен. Аулаға кіре берісімен 2 ешкісі маңырап қоя берді. Гүлзат бала кезінде жануарлардан қатты қорқатын. Қазірде олардың қасына жоламай әрі айналып өтті. Үйге жақындағанда Гүлзат қол өнермен айналысып отырған Атайды көріп, амандасып келген жағдайын түсіндірді. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Ауылымызға қош келдің қызым деп ақсақал қызды жақсы қарсы алды. Сенің әжең керемет адам болатын. Әжеңді жақсы білемін. Қызы да есімде. Қызының аты Айсәуле еді ғой. Иә, дұрыс айтасыз, ата. Айсәуле менің анам. Бірақ ол да қайтыс болды. Деп Гүлзат жерге қарады. Арты қайырлы болсын. Ата, сіз көкөніс сатады деп еді. Маған сатасыз ба? Әрине, қызым. Ата қызға көкөністерді толтырып салып берді. Гүлзатты атаның көңілін қимай, салғанын ала берді. Ақысын төлеп 2 дорбамен атаның үйінен шықты. Алайда дорбалар өте ауыр болып кетіпті. 2 дорбаны көтеріп, Гүлзат тек 10 шақты қадам ғана жасады. Әрі қарай жүру қиындап кетті. 2 дорбасын жерге қоя салып, Гүлзат тұрып қалды. Бір кезде жанынан өтіп бара жатқан жүк көлігінің ішінен дауыс шықты. Көмек қажет емес пе? Гүлзат Дастанды бірден таныды. Дүкенде тұрғанда келген жігіт. Гүлзат сөмкелері ауыр болып үйіне жете алмай тұрса да, Дастандай дөрекі жігітпен бірге қайтқысы келмеді. Бірақ мына сөмкелермен жету мүмкін емес еді. Сондықтан өр көкіректігін жинап қойып негізі қажет деді. Жігіт көлігін тоқтатып түсіп Гүлзаттың қасына келді. Жердегі дорбаларды алып, соншама көкөніс пен жемістерді неге алып жүрсіз? Осы ауылда қыстамақ ойыңыз бар ма? Жоқ, банка жабамын деп Гүлзат күлді. Дастан Гүлзаттың қолындағы да сөмкені алмақшы болғанда, қолдары түйісіп, Гүлзат бір жақындықты, жылулықты сезінді. Дастан барлық дорбаларды көлікке салып, Гүлзатты да сыпайы түрде көлікке отырғызды. Жолды көрсетіп отырарсыз. Жақсы, сонымен сіз бізге қаладан келдіңіз бе? Иә. Сізге біздің ауыл несімен қызықтырды? Мен осы ауылда туып өскенмін. Отбасымда бір жағдайлар болып қалып, бірнеше уақыт жалғыз қалғым келді. Сол себепті марқұм әжемнің үйіне келдім. Жалпы мен бала күнімнен осы ауылды жақсы көретін едім. Ауыл тыныш, жайлы. Жақсылап ойлану үшін ешқандай кедергі жоқ. Иә, оныңыз рас. Дастан көлікті тез жүргізді. Бір жерге асыққаннан ба, немесе өзінің өмір салты сондай ма, әйтеуір Дастан дүкенде де асығып тұрды, көлікті де асығыс жүргізіп келеді. Үйге келе сала Дастан дорбаларды көліктен түсіріп, тіпті үйге де кіргізіп үлгерді. Үйге кіргізер жолда ауланың есігінен үйдің есігіне дейін қаптап өсіп кеткен арам шөптердің арасымен жүрді. Мына арам шөптерді қырқатын адам жоқ па? Бұрын әжем осының бәрін өзі жасайтын еді. Әжем марқұм шебер еді. Қолынан келмейтіні жоқ. Тігуде, тоқуда, бау-бақша қарауда бәрі келетін. Ал мен оған ұқсамағанмын. Қалада өскендіктен бе, әйтеуір ақ саусақ болып шыға келдік.
Қазіргі кезде ауылдағы әйелдерде ақ саусақ болып кеткен. Сіз де қаладан келіп едіңіз? Иә, деді де Дастан сағатына қарады. Уақыты болып қалыпты. Менің кетуім керек. Айтпақшы, сіздің атыңыз кім? Гүлзат. Менің атым Дастан, танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Осылайша Дастан кетіп қалды. Гүлзат әкелген азық-түлігін орналастырып, үйін тағы бір жинап, кешкісін әжесінің бір кітабын оқып жатып ұйықтап кетіпті. Азанда оянып кетсе, таң атыпты. Гүлзатқа аулада біреу жүргендей болып көрінді. Тұрып терезеден қараса, арам шөптерді орақпен орып Дастан жүр. Таң болса да, күн әлі қатты іси қоймағанына қарамастан, Дастанның терлеп кеткені анық көрініп тұр. Гүлзат есікті ашық қолын бұлғап Дастанды шақырды. Гүлзаттың шашы жайылған, үстінде шкафтан тауып алған ақ түсті бос тұратын көйлек еді. Дастан, сіз не істеп жүрсіз? Не істеп жатсыз? Жоқ, сіздің арам шөптен ауланы тазартып жатқаныңызды көріп тұрмын. Бірақ сіз неге менің үйімді бұзып жатсыз? Сіз менің тазартпай осы жерден тоқтағанымды қалайсыз ба? Гүлзат басын шайдады да қайтадан үйге кіріп кетті. Себебі Дастанның көз қарасынан қысылып кетті. Шынымен де ақ көйлек киген, шашы жайылған Гүлзатқа Дастан әдемі көздермен қарап, сүйсініп тұрған еді. Гүлзат үйге кіріп, киімін ауыстырып, шашын жинап, беті қолын жуып алып, таңғы ас дайындауға кірісті. Гүлзат көптен бері бұлай ешкімге азамен тұрып таңғы ас дайындамаған еді. Таңғы ас дайын болған кезде Гүлзат аулаға шығып еді, Дастан да жұмысын аяқтап қалыпты. Аула әдеміленіп кетіпті. Дастан, таңғы ас ішіп алыңыз деп шақырды Гүлзат. Дастан көк терге түскен екен. Душқа түсіп алсаңыз болады, деп сол бөлмені меңзеді Гүлзат. Алайда Дастан тек беті қолын шайып дастарханға жайғасты. Ал Гүлзат болса отырмай, қолын айқастыра тұрып, стол шетінде тұрды. Сонымен мен сізге қанша ақша төлеуім керек? Деді. Дастан Гүлзатқа қарады. Енді сіз тегеннен тегін менің ауламды тазартып бермеген шығарсыз. Таңғы ас үшін тазарттым, деп Дастан нанды бір тістеді. Жақсы, ақы алмасаңыз менде тыққыштамаймын. Қалада тегіннен тегін қызмет алуға үйренбегенбіз, керісінше бәріне жағалай ақы төлеуге үйреніп қалған соң солай сұрап едім. Қалада көмек деген сөзді естімеп едіңіз, деді Дастан. Гүлзат күліп жіберді. Сіз өзіңізде қаладан келген емессіз бе? Иә, 8 жыл бұрын келгенмін. Келек кезде менде сіз сияқты болғамын. Ауылдың ритміне үйренісе алмай көп жүрдім. Сіз неге ештеңе жемейсіз? Неге таңғы ас ішпей отырсыз? Мен таңғы ас ішпеуге үйреніп кеткенмін. Қалада жұмысқа асығып үйден ештеңе жемей шығып кететінмін. Сосын жұмысқа барған соң бірдеме жей салатымын. Кім болып жұмыс жасап едіңіз? Бір фирмада басшының көмекшісі болғанмын. Дастан сықырып көліп басын изеді. Таң қаларлықта екен. Сондай лауазымда жасап жүріп, бүгін ауылда отырғаныңыз. Мен ол жақта ақшаны күреп тапқан жоқпын. Бірақ айлығым жаман болды, төмен болды деп те айта алмаймын. Мен ол жерде бизнес жүргізуді үйрену үшін жүрген болатымын. Менің арманым болатын. Арманым өзім жеке бизнес ашып, соны дөңгелетіп кету. Сосын инсульт болды. Жарар, ол оқиғаны басқа күні айтып беремін. Бүгін мен жер төлені және үйді жинастырып, кешке керемет кешкі ас дайындап қоюым керек. Қаладан құрбым қонуға келеді. Керемет, сіздің жоспарыңыз күрделі екен деп Дастан күліп ас қайтарды. Дастан таңғы ас үшін Гүлзатқа алғысын білдіріп үйден шығып кетті. Ал Гүлзат болса, оның жолына ұзақ қарап тұрды. Осы күні кеште Гүлзатқа қонаққа қаладан Жанар келді. Жанар Гүлзатқа өзі сұраған заттарын қаладан алып келді. Жанар аулаға кіре сала, ауланың тап-таза болып жинаулы тұрғанын бірден байқады. Сөмкелерін жерге қоя сала, ауланың кеңдігі мен тазалығына тамсанып тұрып қалды. Бұл кезде Гүлзат терезелерді жуып жатқан еді. Бір кезде Жанарды байқап дауыстап шақырды. Жанар, сәлем. Мен мұндамын. Бері кел. Сәлем, Гүлзат, мына ауланы мұнтазда етіп қойыпсыңдар ғой. Жанар, маған мына сынған терезені ауыстыруым керек. Кімге айтсам болады? Мына ауланы кім тазалады, соған айтсаңшы деп күлімсіреді Жанар.
Дастан ғой, жергілікті бақташы. Оның терезе ауыстырып жүретін уақыты да жоқ шығар. Аула тазалауға уақыт тапты ғой. Сонымен қандай жігіт Дастан дегенің? Гүлзат терезені қойып, Жанарды ас бөлмеге шақырды. Екі құрбы кешкі ас дайындауға кірісті. Жанар, картоп аши салшы. Мен күні бойы үй жинаймын деп еш әлім болмай тұр. Жақсы, бірақ сен Дастан туралы ештеңе айтпадың ғой. Деп Жанар кешкі астың қамына кірісті. Дастан қаладан көшіп келгеніне 8 жыл болған. Қазір осы ауылдың бақташысы. Мал ұстайды, егін егеді. Басқа не айтайын? Бай ма? Жанар деп Гүлзат көзін алартты. Несіне ашуланасың? Қазіргі заманда материалдық жағдайда маңызды. Жарар, ал ер азамат ретінде қалай ол саған? Гүлзат ойланып қалды. Шын айтсам білмеймін. Мінезі бір түрлі жігіт. Ең бірінші екеуміз дүкенде кездескенде ол маған өте дөрекі жігіттей көрінді, бірақ кешегіде мен ауыр дорбалармен көшеде келе жатқанымда мені жолдан көріп қалып, үйге дейін жеткізіп тастады. Оның үстіне азанмен келіп арам шөптерді қырқып ауланы тазалады. Мен оған тіпті қолға салмаған болатынмын. Тіпті жасаған еңбегі үшін менен ақы да алмады. Мүмкін сен оған ұнап қалған шығарсың. Қайдағыны айтпа, жаным. Ол мені қаланың ақымақ қызы деп ойлайды. Сонда да қарастырып көр. Мүмкін сенің де өміріңде дұрыс атына заты сай ер адам болар. Гүлзат күлді де қойды. Жұмысың қалай? Қызық ештеңе де жоқ. Басшымыз сен кеткелі ашулы. Бір айда 3-ші көмекшіні жұмысқа алды. Ешкім ұнамайды. Сен сияқты жұмыс жасайтын қыз табалмай әлек. Ашулы. Осылайша Гүлзат ауылда 1 ай тұрды. Гүлзат ауыл тыныштығына үйреніп алды. Гүлзат демалып жата беруге жаман үйреніп кетті. Бұл қасиет Гүлзаттың ашуына тиді. Өз-өзіне көңілі толмай бастады. Гүлзат өмір бойы жұмыс жасап үйреніп қалған еді. Ол өзі әлеуметтік жағдайы төмен отбасынан шыққандықтан тіпті студент кезінен бастап жұмыс жасап кетті. Жұмыстан себепсіз сұранбайтын, ешқашан кешікпейтін. Ал қазір 1 ай бостан босқа жатыр. Бірінші апта барлық күшін үйге салды. Оның барлық жерін жинап жуып, адам тұра алатындай жағдайға жеткізді. Бірақ содан кейін Гүлзат уақытын кітап оқумен, көрші әжелерге барып, олардың әңгімесін тыңдаумен өткізді. Ауылдың кішкентай болғандығынан Гүлзат Дастанды көп көретін. Жанар келген күні терезе туралы болған әңгіме Дастанның да құлағына жетіп, келесі күні терезені ауыстыруға Дастан келді. Тағы да Гүлзат оған таңғы ас беріп, алғысын айтып шығарып салды. Одан кейін ауланы жөндеді. Тағы да таңғы аспен шығарып салды. Осылайша Дастан Гүлзаттың үйіне жиі келетін болды. Гүлзатты үйреніп кетті. Азанда тұрғанда ауладан Дастанды көрсе, Гүлзат тіпті таң қалмайтын болды. Дастан да таңғы асқа еш қысылмастан отыра қалатын. Бірақ олар ешқашан ғашықтық туралы, кездесу туралы, отбасы құру туралы әңгіме айтпады. Дастан ешқашан Гүлзатқа гүл сыйлап мақтау сөздері айтпайтын. Ол жай ғана Гүлзаттың қасынан табыла білді. Гүлзат Дастанның ниетін түсінгісі келді. Дастан, сіз менің үйіме таңғы ас ішу үшін келесіз бе? Мен олай айтпадым. Деп күлді Дастан. Олардың әңгімесі көбінесе осылай қалжың күйде болатын. Нақты отырып ұзақ сөйлеспейтін. Алайда бір күні бір қыз Гүлзаттың үйіне келді. Дастан менің жігітім. Оны менен тартып аламын деп ойлаушы болма. Қаладан келіп ауылдың жігіттерін сындырып аламын десең қателесесің деп ағаштан жапырақ жұлып алып Гүлзатқа лақтырып жіберді. Келесі күні азанмен Дастан келген кезде Гүлзат болған жағдайды айтып берді. Сен қорқып кеттің бе? Кімнен? Ауылдың бір кішкентай қызынан ба? Маған қалада үлкен ер адамдарда қоқан-лоққы көрсеткен. Бір күні мен бастықтың орнына бір компаниямен сөйлесу жүргізіп, олардың келісім шартына қол қоймайтынымды айтқанда, олар мені сол жерде ұрып кетуге дайын тұрған еді. Олар 5 ірі денелі ер азаматтар, ал мен болсам жалғыз өзім. Міне сол кезде қорқып кеттім. Бір ауылдың кішкентай қызының лақтырған ағаш жапырақтарынан қорқып не көрініпті. Оның үстіне ғашығы белгісіз себептермен күнде менің үйіме келіп, күнде бір нәрселерді тегіннен тегін жөндеп жүр. Дастан күлді де қойды.
Байқаймын, сіз көп сөзге жоқ сияқтысыз. Иә, солай. Дастан, біздің жас шамамыз жобалас сияқты, бір-бірімізге сіз демей, сен деп сөйлей берсек қайтеді. Жақсы, мен қарсы емеспін. Содан екеуі дастарханға жайғасты. Бір күні Гүлзаттың іші пысып, ауылда аралауға шықты. Оның үстіне сол күндері Дастан көптен бері Гүлзаттың үйіне келмей кеткен болатын. Бір жағынан ауылдан Дастанды көріп қаламын ба деген оймен, бір жағынан сергіп қайтайын деген оймен Гүлзат ауылды аралауға шықты. Неге екені белгісіз, мүмкін бауыр басып қалды ма, мүмкін ғашық болып қалды ма, бірақ Гүлзат Дастанды көргісі келді. Алайда Гүлзат Дастанды кезіктірмеді. Бірақ ауылды бұлай да бұлай кезген ер адамдарды көрді. Бір кезде дүкеннен шыққан Айгерімге көзі түсіп, Гүлзат Айгерімнің қасына жақындады. Айгерім, не болды? Дастанның бағына немесе мал шаруашылығына бірдеме болғаны анық. Айгерім, маған Дастанның жұмысына қарай баратын жолды көрсетші. Айгерім жолды көрсетті, Гүлзат көп ойланбастан сол жаққа қарай жол тартты. Дастанның мал шаруашылығы ауылдың ең шетінде екен. Әйелдер қолдарында шелектері бар сиыр сауға бара жатыр, кейбіреулері келе жатыр. Мал тұратын жердің арғы жағында бау-бақша екен. Қазір күз мезгілі болғандықтан ол жақта жан жоқ. Гүлзат өтіп бара жатқан әйелдердің бірінен Дастанның кабинетін сұрап алды, соған барды. Дастанның жұмыс орны қатты үлкен емес екен. Кішкентай ғана бөлме, бір ғана үстел мен шкаф. Дастан өзі есікке арқасымен тұрып, бір қолында қағаз болса, келесі қолымен есептегішті қайта басып, бір нәрсенің есебіне жете алмай тұрғаны анық көрінді. Дастан, сәлем. Дастан жалт бұрылды. О, Гүлзат, сәлем. Не болды? Үйде тағы бірдеме сынды ма? Деп сұрады Дастан. Гүлзат, ренжіме, қазір саған көмектесе алмаймын. Жұмыстар шығып қалды. Жоқ, ештеңе сынбады. Керісінше мен саған көмектесуге келдім. Сенің жұмысыңда қиыншылықтар шығып қалды деп естігенмін. Бәрі жақсы. Өзім бір жақты қылармын. Деп дөрекі жауап берді. Дастан Гүлзатты шығарып салмақ болып еді, алайда Гүлзат қағаздарды қарап үлгерді де, Дастан, жалпы сенде есепші бар? Жоқ, маған есепшінің қажеті жоқ. Өзім-ақ есепші болып жүрмін. Көріп тұрмын қандай есепші болып жүргеніңді, шығының кірісіңнен көп. Мен мына ауылда есепшіні қайдан табам? Деп сұрады Дастан. Гүлзат күлімсіреп өзін көрсетті. Менің мамандығым экономист. Қалада сенікінен бірнеше үлкен кірістері мен шығыстары бар компанияда жұмыс жасадым. Бір кезде Дастан барлық қағаздарды Гүлзатқа қалдырып, өзі орнына жайғасты. Гүлзат Дастанның келіскенін түсініп, есеп-қисапты жөндеуге кірісті. Олар кеңседен қараңғы түсіп кеткен кезде бір шықты. Гүлзат, бағана сен айтқан шығындарды қысқартсақ, біздің жұмысымызға кедергі келмес пе екен? Жоқ, келмейді. Біз бұл шығындарды жұмыс сапасына зияны тимейтіндей тәсілмен қысқартып отырмыз, деп Гүлзат сенімді жауап берді. Дастан желкесін бір тырнап басын изеді. Менің негізі әскери адамын. Бірақ әкемнің арманы ауылда мал шаруашылығы мен егін шаруашылығымен айналысып, осы ауылдың адамдарын жұмыспен қамтамасыз ету еді. Соны орындайын деп өз жұмысымнан шығып ауылға келіп, осы кәсіпті бастадым. Бірақ өте кеш. Неге кеш? Ол кісі қайтыс болды ма, не? Жоқ, қайтыс болмады. Бірақ қатты ауырып қалды. Қатты ауырғаны сонша мен оны арнайы ауруханаға жатқызуға мәжбүр болдым. Айтпақшы, сенде инсульт алдым деп едің ғой, сол туралы айтып берші. Гүлзат қалжыңға айналдырып жібергісі келіп еді, бірақ өзінің кейін айтып беремін деп уәде бергені есіне түсіп кетті. Содан бір күрсініп алып, Гүлзат өзінің әңгімесін бастады. Мен детективтен күйеуімнің жүріп кеткенін естіп, оған толықтай көзім жеткеннен соң, мен инсульт туралы жоспар құрдым. Тергеуші мен жалған дәрігердің көмегімен мен қойылым қойдым. Тергеуші жай көшеде мені құлап жатқан жерінде тауып алған адамның рөлін сомдады, ал ауруханада сатып алған дәрігер менің басыма қан құйылып инсульт алғанымды айтты. Күйеуім мен енем әжемнен қалған мұраға ие болатындарын түсініп, тіпті менің сондай ауруға шалдыққаныма қуанды. Содан мен үйдегі бір жинаулы тұрған жиһазға айналдым. Ешкім менімен шаруасы жоқ, ешкім менің сауығып кетуімді де тілеп отырмағанына анық көзім жетті. Мүгедектер арбасына таңылып, күні бойы терезеге телмірдім де отырдым.
Бәрі менің тезірек өлгенімді күтті. Дастан Гүлзаттың қолын ұстап қысып өзінше қолдау көрсетті. Гүлзат та Дастанға қарап көзімен ризашылығын білдірді. Ал қазір неге қалаға қайтып бармайсың? Иә, басында ашуға булығып, қалаға қайтып барып, бәрінің бетін ашқым келген. Содан кейін ол жаққа мүлдем барғымда, ол адамдарды көргім де келмейтінін түсіндім. Дастан қыздың қолын жібере сала, тезірек жүрді. Жүр, мен маған бірдеме көрсетемін, деді Дастан. Екеуі ұзақ жүрді, Гүлзат қайда кетіп бара жатқандарын тіпті түсінбеді. Бірақ жеткен кезде Гүлзат таң қалып, аузын екі қолымен жапты. Гүлзаттың қарсы алдында үлкен зәулім сарай тұр еді. Екі қабатты, ауласы биік кең еді. Үйі де әдемі еді, бұндай үй ауылда жоқ еді. Бұл менің досымның үйі, екеуміз отан алдындағы борышымызды бірге өтеген болатынбыз. Бір ай бұрын ол қатерлі ісік ауруынан қайтыс болған еді. Қазіргі таңда мына үйді жақындары сатылымға қойды. Сатып алушылары да бар екен. Бір өкініштісі, бұл үйді сатып алушылар бұл үйді бұзып орнына бір өнер кәсіп салғылары келеді екен. Мен осы үйді сатып алғым келіп еді, бірақ өзің білесің, менің қазір ақшам жоқ. Сен бұл үйді сатып алсаң, қалаға қайта алмай қаласың ғой. Гүлзат, мен қалаға кеткім келмейді. Ауылда қалсам, мен қандай да жетістікке жететінімді білемін. Ал қалаға барсам, менен ештеңе шықпайтынына баяғыда көзім жеткен. Гүлзат Дастанға қарады. Дастанның үмітке толы көздерін көріп, Гүлзат та оның қолдарын ұстап қысты. Дастан, сенің қолыңнан бәрі келеді, уайымдама, біз сенің кәсібіңді аяққа тұрғызамыз. Сен әкең армандаған бизнесмен боласың, деді. Дастан әдеттегідей тіл қатпады. Бұл кештен кейін Гүлзат Дастанмен бірге жұмыс жасап кетті. Олар шығындарды оңтайландырып, кірісті тек қағаз жүзінде ғана емес, іс жүзінде де көбейтті. 2 аптадан соң қаладан Жанар келді. Жанар құжаттар алып келді. Гүлзат, сен сенімдісің бе? Сенімді болғандай қандай, деді Гүлзат. Содан құжаттарды алып, Гүлзат Дастанның кеңсесіне қарай бет алды. Кеңсеге келсе, Дастан жұмыста екен. Гүлзат Дастанға құжаттарды ұсынды. Дастан құжаттарға бір көз жүгіртіп шықты да, мұның не, Гүлзат? Сен үйді сатып алдың ба, не? Иә, мен саған айтып едім ғой. Сенің қолыңнан барлығы келеді деп. Ал бұл үй сен үшін қымбат еді, досымның үйі болғандықтан. Сол себепті мен сатып алдым. Бірақ ол үй өте қымбат еді ғой. Иә, мен ақшамды жылжымайтын мүлікке салып, тиімді инвестиция жасадым деп ойлаймын. Оның үстіне маған ауыл ұнайды, кететінде ойым жоқ дей беріп еді. Дастан ерінен бір сүйіп алды. Сен не осылай үй иесі болғың келіп тұрма? Деп күлді Гүлзат. Мен туралы ойың осыдай ма? Деп Дастан да күлді. Қалжыңдаймын, мен бұл үйді біз үшін сатып алдым. Біз үшін? Әрине, сен егер қарсы болмасаң. Шынымды айтсам, мен ғашық болып қалған сияқтымын. Мен де, деп Дастан Гүлзаттың ерінен тағы да сүйді де нәзік құшақтады. Марат Гүлзатқа қарама қарсы отырып, Гүлзаттың барлық әңгімесін тыңдап отырса да, оған сене алмады. Қолы тізесіне жабысып қалғандай. Сонда сен мені тексеру үшін өтірік ауру ойлап таптың ба? Гүлзат бір кесе шайын ішіп болып, кесені орнына қойды. Сол сәтте бөлмеге Жанар кіріп келді. Гүлзат, сен барлығын айтып болдың ба мынаған? Деп Маратты меңзеді. Гүлзат басын изеді. Өкінішті ақ, мен оның түрін көргім келіп еді, шамалы кешігіп қалған екенмін. Жанар, сен де барлығын басынан білдің бе? Әрине, дәрігерді де мен тауып берген болатынмын. Сен осының бәрін Гүлзат жалғыз өзі ұйымдастырды деп ойлайсың. Әрине, жоқ. Сонымен қатар, ол сені қатты сүйгендіктен бұндай жоспар құруға батылы да бармас еді. Ал сен болсаң, оның жүрегін жараладың. Көзіне шөп салып, адам құрлы көрмедің. Сенің ештеңе түсінбейсің. Гүлзат, мен сені сүйемін. Гүлзат, деп қолдарын ұстады. Гүлзат қолдарын тартып алып, көңілдесің қайда? Әлде ол сен менің ақшама бизнес ашып, оған сыйлықтар сыйлап болмағасын күте алмай кетіп қалды ма? Деді Гүлзат. Сол сәтте Марат бірдеме айтпақшы болып еді. Онымен Гүлзаттың көп нәрсені білетінін түсініп, үндемей қалды. Гүлзат, сен сонда анам екеуміздің сезімдерімізбен ойнауға қалай дәтің барды?
Менің анам сен ауырып қалған кезіңде қалай қатты уайымдап, қатты қиналғанын білесің бе? Гүлзат пен Жанар бір-біріне қарап күліп жіберді. Сенің мамаң бірінші болып қуанған болатын біле білсең. Менің ауырғанымды естіп қуанғаны сонша тезірек өлгенімді тіледі. Мұраға ие болуды қамы не істетпейді. Дегеннен кейін Марат орнынан тұрып үйді қарай бастады. Бір кезде сен осының барлығын менімен некеде тұрғанда алған болып тұрсың ғой, дедің Марат. Ал Жанар болса ойын бірден түсініп қалды. Бірақ әдейі үндемеді. Егер сен осының бәрін менімен ажыраспай тұрып алсаң, ажырасқанда бөліскенде түсетінін білетін шығарсың, деді. Гүлзат ашуға беріліп Маратқа айқайламақшы еді, бірақ сол сәтте бөлмеге Дастан кіріп келді. Дастанды көрген бойда Жанар оған жақындап, құлағына Мараттың кім екенін және оның соңғы сөзін жеткізді. Дастан Мараттың жанына жетіп келіп, жағасынан алып, енді Гүлзаттың мазасын алып, оған қоқан-лоққы көрсететін болсаң, өмірге келгеніңе өкінетіндей жағдайға түсіремін, деді де ауыз есікке қарай лақтырып жіберді. Марат үнсіз үйден шығып кетті. Дастан Гүлзатты құшақтап басу айтты. Неге оны үйге кіргіздің? Менің жаңалықтарымды естігенде түрінің қандай болатынын көргім келіп еді. Ертең-ақ ажырасуға арыз беремін. Ажырасуға арыз бергеннен соң ортақ балалары болмағандықтан оларды тез ажырастырып жіберді. Алайда Марат мүлікті бөлуге арыз беріпті. Сотқа шақырту келген кезде Гүлзат қатты таң қалды. Мараттан мұндайды күтпеп еді. Алайда оны мүгедек арбаға таңылған күйде ауылдағы ішкіш әйелге ұстатып, тастап кетеді деп те күтпеп еді ғой. Содан олар Жанарға хабарласты. Жанар заңгер болатын. Мықты заңгерлердің бірі, әрі Гүлзаттың құрбысы. Жанарға Гүлзаттың оқиғасын айтудың да қажеті жоқ еді. Дастан екеуі кешкі ас ішіп болып, теледидар қарап отырған сәт еді. Гүлзат, мен әжетханадан жүктілікті анықтайтын тестті көрдім. Сенің аяғың ауыр ма? Иә, мен уайымдап саған айта алмадым. Сен қарсы емессің ба? Жоқ, әрине. Мен керісінше өте қатты қуаныштымын, деп Гүлзатты құшақтады. Гүлзат, сен сотты қатты уайымдама, тіпті ұтылып қалып барлық мүлігіңнің жартысын алып қойса да, мен сені және баламызды бағамын. Сендерді ешқашан тастамаймын, деп тағы құшақтады. Жақын арада сотта болды. Барлығы сот ғимаратында кездесті. Гүлзаттың қорғаушысы ретінде Жанар болды. Детектив те келді. Сотта барлық дәлелдерді Жанар жайып салды. Жанар ауылдағы көршілерді де ерте келді. Олар да Гүлзат пен Жанардың сөзін растады. Сонымен қатар детективтің де жинаған барлығын дәлелдерін көрсетіп, Мараттың әйелі бола тұра, оның көңілдесі болғанын да дәлелдеп берді. Содан сот барлығын тыңдап, Мараттың мүлікті бөлу ретінде арызы орынсыз екеніне көзі жетіп, Мараттың арызы қанағаттандырусыз қалдырды. Марат анасымен соттан ашуланып шықты. Құттықтаймын, Гүлзат, мен саған айттым ғой. Әділдік бар, біз жеңеміз. Марат ештеңеге де қол жеткізе алмайды деп. Иә, дұрыс айтыпсың. Ешбір еңбегі сіңбегесін оған ештеңе бұйырмады. Гүлзатты Дастан құшақтап ішін ұстады. Сендерде жаңалық бар ма? Тез екенсіңдер, деп Жанар күлді. Кіндік анасы болсам, қалай қарайсыңдар? Әрине, боласың. Сенен артын кіндік ана таба аламыз ба? Деп үшеуі құшақтасты. Соңы